Қалайсыздар, сіздермен бүгін мен Микопис арнасы. Бүгінгі видеода One Piece'ті қысқаша айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Видеоның басы Педро жайлы. Откуда люди ищут путь к свободе, они не остановятся ни перед чем. Осы сәттен кейін Педро: мен болашақта Мугивара Луфидің король пират болатындығына сенемін деп арғы өмірге аттанып жатқандығын хабарлайды. Өте өкінішті әрине. Осы сәттен кейін Катакури: Педро өлсе өлген шығар, неғып миды ашытып жібердіңдер деп айтады. Бұған шыдамаған Марковка: сенің кесіріңнен Педро өз өмірін қиды деп айқайлайды. Марковка мен Педроның қалай танысқандығы жайлы кішігірім видеоны көрсетеді. Единственный способ стать сильнее. Нужно лишь найти то, что подходит. Педро Марковкаға: мен сені мықты қылып шынықтырып дайындасам қалай дейді. Ал Марковка қарсы болмайды. Болашақта оған электрлі тәсілдерді үйретіп шығады. Осының барлығын есіне алған Марковка қатты ашуланғанынан Катакуриге атака жасайды. Катакури болса оны дым сезбей құлатып тастайды. Бұған шыдамаған Мугивара Луфи Катакуримен өзі шайқасып кетеді. Брук болса Чопперден көмек сұрайды, себебі Биг Мамнан қашу оңайға түспейтіндігін айтады. Дәл осы кезде Чоппер снарядтарды ата бастайды. Ал Биг Мам болса Мугивараларды ұстай аламын деп тағы да тырысуда. Кола төгіліп кетті. Осы кезде мына қыз Джимби мен сендерді қалай шығарып алу жолын іздестіріп жатырмыз дейді. Оған магическая улитканы береді. Приветствует навигационная система Фрэнки. Луфи Джимбиға: осылай тұра бересің бе? Бір амалын жасайық дейді. Биг Мам болса қайықты сол күйі соғып тұр, себебі Катакуридің дереу келетіндігін жақсы біледі. Моя конфетная броня не выдержала. Әйтеуір дегенде ұшып кетті. Бұның ұшып кеткені тіпті Биг Мамның островындағы күзетшілер де таңғалады. Ал мына жақта Мугивара Луфи Катакуримен қайтадан әйнекке кіріп шайқасын бастайды. Катакури Луфиге қарап тұрып: сен осыншалықты командаңмен, осындай мықты күшіңмен Биг Мамға қалай ғана атака жасадың? Сендей адамды бірінші рет көруімін деп оған айтады. Содан соң Мугивара Луфи: мен осыншалықты мықты болуым өзімнің алдағы мақсатымның бар болғандығы деп айтады. Брук қалай қашамыз деп план құрып тұрса, мына Марковка қайтадан естеріне Педроны түсіреді. Содан кейін Брук жылап бастайды. Біз асығыс шешім қабылдамай барлығында дереу уақытында жасаған кезімізде Педроны аман алып қалуымызға болады деп қатты өкінеді Брук. Джимби осыдан кейін командасындағы жылап жатқан адамдарды тоқтатқысы келеді. Өлген адам өлді, енді ол адамды ешқашанда еш уақытта қайтара алмайсың деп оған түсіндіреді. Это победа Педро. Әлі тоқтаңыздар, соңы біткен жоқ. Осы кезде Биг Мам өзінің күшін қосады да Мугиваралардың артынан қуып жетіп олардың сазайын тарттырамыз деп жоспарлап бастады. Санджидің қасындағы әйел шоколадтың министрі, ол әлбетте Лоло болған. Енді бізге біреуді сайлауымыз қажет дейді. Пудинг болса: мен сенің бұл ұсынысыңнан бас тартамын дейді. Не жаль за это, но не подай. Заткнись! Он переживает за меня. Луфи Катакуриға: мен сені қазір айырып тастаймын дейді. Луфи әлсіз болса да бәрібір де атака жасайды. Наносит десятки раз больше ударов. Осыдан кейін Катакури Луфиға: сен міне көрдің бе, өзіңнің қаншалықты әлсіз екеніңді түсінген шығарсың дейді. Луфи әлбетте намысты жігіт болғаннан кейін қарап тұрмай атака жасайды. Санджидің болашақ әйелін көрген жұрттар оған қатты тамсанып тұрады. Одан кейін олар поварларды шақырыңдар дейді. Пудинг келген қонақтарға: менің тойыма келгендеріңізге көп рахмет. Сіздермен мен мақтанамын. Сіздерге өте үлкен алғысым шексіз деп қонақтарға рахметін айтады. Енді мені күзетсеңіздер, мен өз болашағым үшін алаңдаймын деп айтады. Повар келгеннен кейін Пудинг өз жоспарына кірісіп уақытты кері айналдырып тастайды. Себебі келген қонақтар той жайлы шындықты білмегенін қалайды. Пудинг барлығына өз жоспарын айтады. Сол кезде енді біз екеуміз әйел мен еркек секілді бір-бірімізді атаймыз дейді. Яғни муж и жена орысша айтқан кезде. Содан соң
келесі жоспарларыңа сақ болыңдар. Барлығымыз да сақадай сай тұруымыз керек деп ескертеді. Мою дерзкую готовку. Катакури Луфиға: сен Мугивара Луфи, сондай әлсіз екенсің. Мен сені бір мықты шайқасатын адам шығар деп ойлаған едім. Сондай ақмақ әлсіз екенсің дейді. Осыған Луфи мотивация алады. Луфи мен Катакури бір-бірін аямай соғысып жатқан кезде мына сүмелек тұрады да бұларға кедергі жасау түрін ұйымдастырады. Әйнектерді бір-бірімен шатастырып, оларға кедергісін келтіреді. Джимбе мен қалғандары какаоға қосылып пландарына кетті. Санджи болса Луфиді қалайды құтқару жоспарын іздестіре бастайды. Барлығы өз пландарына кірісіп, бір-бірін қалай құтқарамыз деп жатқан кезінде кеменің іші өртке оранып жатыр екен. Стрелы вылетают из зеркала. С моря на нас летят ядром. Глаза вращаются в ужасе. Санджи бананды әдемілеп турап тастайды да Пудин қайтадан ғашық болып қалады. Бұл екеуі бір-біріне сақадай сай екендігі белгілі. Мына жақта Бигман болса өте үлкен толқын тудырып, Мугивараларды қалайда өлтіру жолын іздестіре бастайды. Джимби барлықтарыңа мықты болыңдар, қайықтардың барлығын дұрыстап байлаңдар дейді. Сол кезде әрқайсысы өздерінің жақын адамдарын естеріне алып жылай бастайды. Мына жақта құйынды көріп барлығы да таң қала бастайды. Чего себе, так уверенно контролировать корабль. Әйтеуір дегенде бұлар құйыннан да аман шығады. Мугиваралықтар қатты қиналып тұрса, мына жақта Бигмамның адамы күліп тұрады. Себебі бұдан ешқандай адамда құтылған емес дейді. Бізге өткендегі Намидің бүкіл әйнектерді сындырып тастағанын көрсетеді. Луфидің бұйрығымен, себебі бұл әйнектерді сындырмаса Луфи шыға алмайтын еді. Енді олар қатты өкінуде, себебі бұл әйнектерді бекер сындырдық деуде. Луфиді қалай алып шығады енді бұл әйнектердің барлығын сындырып тастаса? Мугиваралықтар новидан план құрып, какаодан ары қарай шығып кетеміз деп өз пландарын құрып жатқан кезде сөйлесіп тұрған әйнектері де сынып кетеді. Луфи соңғы жағында қалғанша Катакури мен мұрны қанағанша, түрсі жыртылғанша төбелеседі. Содан соң Катакури да мен де берілмеймін сен секілді чортқа деп айтады. Здесь не умру. Вот что ты сейчас мне скажешь. Луфи Катакуриге: сен не өзіңді мықтымын деп тұрсың ба? Сен де кішкентай кезіңнен әбден біреуден қорлық көріп таяқ жегенің айдан анық деп ашу үстінде айтып тастайды. Бізге Катакуридің кішкентай кезінен бері қалай өскендігін көрсетіп жатады. Осы кезде мына әйел Мугивара Луфиді провокацияға шақырып қатты ашуланғаннан ұрып жібермекші болған кезде Катакури оны тоқтатады. Луфи Катакуридің крученый ударын көріп бір жерін жіберіп қойғандығы айдан анық. Осы үшкір таяқты көргеннен кейін бір жеріне тығатындығын Катакури ескертеді. Содан соң Луфи дереу бұл жерден қашып кету жолын іздестіреді. Өз пландарын айтып жатқан кезде мына сүмелек естіп тұрады. Бигмам өз планы бойынша какаоға қарай бара жатыр еді. Содан соң Бигмам дәмді бір иісті сезіп қояды да планын өзгертіп жібереді. Қашып бара жатқан Луфидің артынан Катакури жетіп алады да үшкір таяқты артыңа тығамын деп қорқытады. Луфи оның айтқан сөздеріне мән бермей мен сенен қорқпаймын деп тағы да ескертеді Катакуриге. Содан соң екеуі шайқасып кетеді. Пытался отобрать моего земляного дракона. Почти получилось. Луфидің осы айтқан сөздері Катакуридің надайылын шығарып жібереді де өзінің жаңа фрукты күшін қосады. Луфи бұл нәрседен оңайлықпен шықпайтындығын өзі де жақсы түсініп тұрғандығы айдан анық. Мандоралықтар өздері өзара пландарын ақылдасып жаттыр. Мына жақта болса Педроның туған ағасы жылап жатыр. Осы кезде үлкендердің біреуі тұрады да Мугивараларды серьезно қабылдауымыз керек деп ескертеді. Я не могу ему проиграть. Территориальные слизни выдадут его местоположение. Королевство Джерма. Бұл жақта да қызықтың көкесі болып жатыр екен. Санджидің бауырларының бірі Геннаға өте үлкен ауыр шабуылдар жасайды. Сонда да тоқтатпайды. Мына көкке болса торнадо мен шемішке арқылы ауыр соққылар жасайды. Катись в ад! Это чуть более чем щекотно. Бірнеше уақыттан кейін бұлар барлығымызды да таңғалдырды. Өздерінің шайқасып жатқан адамдарын толығымен жеңіп, сарайларын да тасталған шығартты. Дела с Мугиварами. Честно говоря, им удалось сбежать. Но их поимка лишь вопрос времени. Мугиваралардың жағдайы жақсы деп қояды. Мына жақта Луфи болса қатты қиналып жатыр өзі. Қысқасын айтқан кезде осыдан кейін Катакури Луфиді қинап япондық тәттілермен өзінің фруктысын қосып тастапты. Өзі белгілеген 40 минуттан асып кетіпті. Ты обретешь покой. Осыдан кейін Катакури поварларға тез арада келіңдер де менің айтқан бұйрығымды орындаңдар дейді. Бір повар әртүрлі ингредиенттерден және шоколадтан жасайды, ал екіншісі болса
әртүрлі тәттілер мен кремдерден жасайды. Луфимен көп шайқасып қойды. Енді энергиясын қайтадан қалпына келтіру қажет. Содан соң Катакури мифический күшін қолданады да ешкім кірмейтіндей етіп жауып тастайды. Было ожидать от пирата с наградой в миллиард Белли. Он совершенно на другом уровне по сравнению с этой слабой пиратской командой. Осыдан соң Луфи босап шығады. Видеоның жалғасы келесі бөлімде. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.